Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Көктайғақ және де тұман. Қазақстанда 17 желтоқсанда ауа райы қандай болады? Бүгін еліміздің басым бөлігінде антициклонның ықпалында ашық әрі аязды ауа райы күтіледі. Қазгидромет РМК 17 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын жариялады. Түркістан облысының оңтүстігінде, батысында таулы және де тау бөктері аудандарында тұман күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд. Түркістан қаласында 17 желтоқсанда түнде және де таңертең тұман күтіледі. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік шығыста жел соғады. Облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20, кей уақытта 23 метр секунд. Қарағанды облысының батысында жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстік шығыстан соғатын жел оңтүстік шығысқа ауысады. Облыстың батысында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 метр секунд. Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында көктайғақ күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд, күндізгі екпіні 17-22 секунд. Атырау қаласында 17 желтоқсанда түнде көктайғақ күтіледі. Оңтүстік батыстан жел соғады. Күндізгі екпіні 15-20 метр секунд. Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, шығысында бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд құрайды. Ақтөбеде 17 желтоқсанда бұрқасын күтіледі. Маңғыстау облысында күндізі батысында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік шығыстан жел соғады. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд. 17 желтоқсанда күндізі көктайғақ күтіледі. Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында бұрқасын күтіледі. Оңтүстігінде жел соғады. Күші 15-20 метр секундты құрайды. Бұрқасын күтіледі. Оңтүстігінде жел соғады. Күші 15-20 метр секунд, кейде 23 метр секундке дейін жетеді. Ақмола облысының оңтүстігінде жел соғады. Күші 15-20, күндіз облысының батысында, солтүстігінде екпіні 23 метр секунд. Батыс Қазақстан облысы. Батыс Қазақстан облысында көктайғақ күтіледі. Облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд құрайды. Абай облысында түнде және де таңертең, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік шығыстан соғады. Екпіні 15-20 метр секунд. Шығыс Қазақстан облысы түнде және де таңертең, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Астана қаласында 17 желтоқсанда оңтүстіктен жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд. Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20, кей уақыттарда 20-28 метр секунд құрайды. Жетісу облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік шығыстан жел соғады. Желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд құрайды. 25 градус қатты аяз күтіледі. Жамбыл облысында 17-19 желтоқсанда, Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік шығыстан соғатын жел оңтүстік батысқа ауысады. Облыстың оңтүстік батысында желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд тәулік бойы. 17 желтоқсанда, күндізі 18-19 желтоқсанда екпіні 23-28 метр секундке дейін жетеді. Тараз қаласында 17-19 желтоқсанда кей уақыттарда тұман күтіледі. Қызылорда облысында желі оңтүстік шығыстан оңтүстігіне соғады. Түнде облыстың солтүстігінде күші 15-20 метр секундке дейін созылады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.